Шабандоз балалар бәйге аттарының басын жіберіп, қамшы салысымен ақ дала төзі Тайтұяқтың түбіріне жаңғырып жүре берді. Жиырма бір шақырымдық ат жарысында бірінші орынды Үлгі ауылының Қарагері, ал екінші, үшінші орындарды Төрткүлдіктер қосқан Қос Сәйгүлік иеленді. Бұл тойға Алматыдан шақырылған туыстары, бұның ішінде Қылыш ағаның баласы Барат Қылышұлы, Зайыбы Елла, Қылыштың ағасы Балташтың балалары Марат және Мел, келіндері Қаншайым, Жұмақан, Зоя. Сонау Алматыдан Сәуле қатысып отыр. Қылыш ағаның 80 жылдығына арналған. Құрметті қалайық, жерлес ғалымымыз Бабайұлының ауылдас және алыстан келген туыстары, құрметті қонақтар. Құладың ұшса, қияғы күйетін, құлан жортса, тұяғы тозатын жері жерлес, бірі жер асты, кеннің көріккен ғалымы, бірі жер беті кеннің ғалымы. Қаныш, Қылыш деген аттарды қосырлап айту қандай жарастықты десеңізші. Қаныш, Қылыштай азаматтар исі қазақтың ортақ мақтанышы десек те, олар кіндік кесіп, кір жуған жердің жөні бөлек екенінде талассыз. Келесі кезекте Ульянов ауданының әкімі Шумский, Қазақ егіншілік институтының бөлім меңгерушісі Балғабеков, Қарағанды педагогика институтының проректоры Әлімбаев, аталған оқу орнының оқытушысы Бекшбеков және Қылыш Бабаевтың Астанадан келген туыстары сөз алды. Осы келген кезінде жалғыз емес, сол кісілердің немере шөбересін ертіп беріп, біздің балаларымызды ертіп, осы отанымыз, жеріміз, кіндігіміз шыққан үлкен аталар.
Бабаевтың атынан осы үлкен байыға ие болған үшін мына қалтаңа салып ал, өзіңе 50.000 сом ақша айналайын. Рақылен алып сосын. Екінші байға аттың 4 көл бөлімшесіне. Саған ұстап тұрсын. Көп рахмет қарағым саған міне. Баба Құмар атаның атынан бір 30.000 сом ақ қалтаңа салып ал. Өзің жұмса айналайын, өзің жұмса. Қара беріңіз. Ал енді түсе беріңіз. Ал енді үшінші аттың бәйгісі. Үшінші аттың бәйгісі. 4 көл ме? 4 көл жиреніп Дәулет деген жігіт. Оған мынау кір жуғыш машина тап қолдан. Міне бір келе жатыр. Al жақсы, балам көкім, бері қара қазір. Міне қалтаңа 20.000 салып алып өзің жұмса жарай ма? Баба Құмар атағының атынан. Халқымыздың тұңғыш оқымысты агрономдарының бірі Қылыш Бабаев аз ғана ғұмырында көп сындырған ауыл шаруашылығы ғылымындағы соқталды тұлға. 1942 жылдан бүкіл одақтық ауыл шаруашылығы академиясының қазақ егіншілік институтын басқарған. Оған 1945 жылы, яғни 31 жасында республикамыздың ғылымға еңбек сіңген қайраткер атағы берілді. Қылыш Бабаев артында аса мол ғылыми мұра қалдырған ғалымдардың бірі. Әттең 35 жасында әуе апатынан қаза болмағанда оның халқына берері әлі де мол еді. Халқымыздың ұлы ғалымы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев қылыш қазасына қатты күйзеліп, қазақтың Аймаңдайұлынан, ғылым көгіндегі мейлінше жарық жұлдызынан айырылдық деп егіле ұзақ жылаған деседі. Осыдан ақ Қылыш Бабаевтың кім болғанын пайымдай беріңіз. Міне осындай аптал азаматтар сый құрметтің қандайына болса да лайық емес пе? Осы тойда менің ойыма ана жылы кент тауының баурайында өткен дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың мерейтойы түсті. Онда да ауа райы тап бүгінгідей тұнжырап, дауылы мен нөсері кезектесіп бір түрлі мінез танытқан. Сонда жазушы Сәкен Жүнісов бұл сәйгүліктің арындай аз ғұмыр жасаған Қасымның өршіл рухының құдіреті болар деп, осы ойын табан астында бір шумақ өлеңмен өрнектеп жіберген еді. Енді міне дауылдатып бабай ұлы Қылыштың рухы жетті арамызға. Сол рух қасиетті Баянауыл жерінен бастау алып, бүкіл қазақ даласын аралап бара жатқандай көрінді маған. Ал табиғат ана өзінің мезгілсіз мерекесіз өткен ардақты ұлының рухымен қоштасқысы келмей, қайта-қайта нөсерлетіп, селдетіп жылап тұрды.
Samgaysa,